Құмырсқа, өрмекші және шыбын. Ертегі. Ертеде құмырсқа мен өрмекші араларына қыл өтпестей дос болыпты. Құмырсқа дән жейіпті, өрмекші ау тоқыпты. Тапқандарын бөліп жеп, сыйластықпен бал жаласыпты. Бір күні бұлар мекен еткен жерге қаңғыбас шыбын ұшып келеді. Тұрағы жоқ, тұрлауы жоқ шыбын келе сала араға қыстырыла кетеді. Әуелі құмырсқаның есігін қағып, мен құдайы қонақпын, түнеп шығуға рұқсат етіңіз деп қиылады. Қонақ болсаң төрлет, дейді құмырсқа. Шыбын бұл үйде 2-3 күн түнеп, әл жиып, өрмекшіге барады. Ол жерде де аз аялғып, бүйірі шығып, тыңайып алады. Арада күндер өтеді. Шыбын өрмекші мен құмырсқаны жағалап жүріп, әбден сенімдеріне кіреді. Бірде үшеуі дастархан басына жиналады. Біз әуелі 2 едік, қазір 3 болдық. Ырыс алды ынтымақ деген, бірлесіп тірлік еткенге не жетсін шіркін, дейді құмырсқа. Дұрыс айтасың досым, мен ау тоқимын, сен дән жинайсың, ал шыбын достың қандай өнері бар екен, өз аузынан естісек болар еді, дейді өрмекші. Шыбын не айтарын білмей қыбыжық қағып, менің пәлендей өнерім жоқ ау, бірақ қанатымның арқасында діттеген жерге тез ұшып жетемін. Қаласаңыздар хабаршы болайын, бір-бірлеріңізге хабар тасып, сәлем сауқат жеткізіп тұрайын, дейді. Сөйтіп, шыбын хабаршы болыпты. Бір күні құмырсқа шыбынды шақырып алып, мен біраз дәмді тағам әзірлеп едім, сен тездетіп өрмекші досыма жеткізіп берші, дейді. Шыбын мақұл деп сәлемдемені алып ұша жөнеледі, бірақ орта жолға келгенде алған бетінен айниды. Мұны өрмекшіге апарып нем бар, одан да өзім жемеймін бе, деп ойлайды шыбын. Сөйтеді де дәмді тамақты тойғанынша жеп, жұғанасын құмырсқаға қайта алып барады. Сиығыңызды досыңыз қабыл алмады, біразын жеп көріп, жерге төгіп тастады, қалдығын өзіңізге жіберді, дейді. Мұны естігенде құмырсқа бұлқан-талқан боп ашуланыпты. Адаласын жерге төккен өрмекшіге өкпелеп, сырт айналып кетіпті. Араға күндер салып, шыбын өрмекшінің үйіне барады. Хабаршыны көргенде өрмекші қатты қуанады. Келгенің қандай жақсы болды. Құмырсқа досымнан хабар ала алмай алаңдап отыр едім. Оған дәмді тағам әзірлеп қойдым. Сен тездетіп апарып берші, дейді. Шыбын қайтты дейсіңдер ме? Баяғы әніне басып, тамақты өзі ішіп, қалған құтқанын өрмекшіге қайталып барады. Аң-таң болған өрмекші, құмырсқа досым әзілдеген шығар, басқа тамақ әзірлейін, дейді. Осылай қатарынан 3 рет сәлемдеме жолдайды. Әр жолы шыбыннан жақсы сөз естімейді. Ақыры өрмекшінің өкпесі кеуіп, досына ренжіп қалады. Шыбын болса, екі үйге кезекпен қонып жүреді. Қарнын әбден тойдырып, семіріп алады. Бір күні құмырсқаға келіп, өрмекші досыңыз сізбен татуласқысы келеді. Анау тұрған биік жартастың үстінде кездеспекші. Жартасқа өрмелеу қиын. Беліңізге ұзын арқан байлап алыңыз, құлап бара жатсаңыз тартып аламын, дейді. Осы сөзді айнытпай өрмекшіге де айтады. Әрине, құмырсқа мен өрмекші бұған сеніп қалған болатын. Олар тездетіп шыбын айтқан жерге жетеді. Белдеріне ұзын арқан байлап, жартасқа өрмелей жөнеледі. Залым шыбынның күткені де осы еді. Ол құмырсқа мен өрмекші біраз биікке көтерілгенін күтіп тұрады да, арқанның екі ұшын бір-біріне мықтап байлап тастайды. Содан соң арқанды жұлқып-жұлқып жібереді. Құмырсқа мен өрмекшінің аяқтары тайып, ауада қалғып тұрып қалады. Олай бұлқынады, бұлай бұлқынады, бірақ түк шықпайды. Арқан олардың белін буынап, әбден қиып жібереді. Қозғалған сайын арқан қысып, жандары қиналады. Әйтеуір, әупірімдеп жүріп, арқанды шешіп, жерге түседі. Бір-бірімен құшақтасып көрісіп, қуанғандарынан жылап жібереді. Шыбын болса, бұл арада әлде қашан ұшып кеткен болатын. Ол құмырсқа мен өрмекшінің жиған тергенін талапайлап жеп, жемегенін рәсуалап, басқа жаққа тайып тұрғанды. Содан бері құмырсқа мен өрмекшінің арқан қиған белдері бунақ болып қалыпты, ал өрмекші шыбынға қатты
өшігіп, жолына үнемі ау қырып жүреді екен.